Ұлытау жобасы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Open Ұлытау жобасы Ұлытау төрінде киелі мекеннің жерінде ашық әңгіме құруды мақсат еткен еркін сұхбат алаңы. Бүгінгі қонағымыз әнші, композитор, продюсер Қайрат Баякенов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлем баршаңызға. Өзіңіздің сөзіңізден бастайық. Ұлытауға шыққан бар ма, ұлар үнін ұққан бар ма? Туған дала, ұлар деген әндеріңіз өзіңіздің туып өскен жеріңіз жайлы. Жалпы Ұлытау жері киелі, бұл топыраққа аунап өскен талай қоғам, мәдениет қайраткерлері, спортшылар, өнер адамдары өте көп. Неліктен деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, өте біздің енді жеріміз бір қазақтың жері ғой. Барлық біздің облыстарымызда жаңағыда бәрі талантты адамдар көп. Біздің енді жеткілікті біздің Ұлытау облысында. Сондықтан мен бұлай бөле алмаймын. Бөліп жарғыңыз келмей ме? Жақсы. Сәтбаевтан шыққан қарапайым жігіттің үлкен сахнаға дейінгі жолы оңай болмағанын білеміз. Жаңа бұрынғы сұхбаттардан естіп жатырмын. Астанаға бар жоғы 2 чемоданмен келдім деген сөзіңіз бар екен. Бір пакетпен тіпті. Ұлытаудың ұлын Астана қалай қабылдады? Ең басында бізде жаңағыз ол кезде Ақмола болды ма, Целиноград болды ма, ол есімде жоқ. Бірақ мен 4 февральда келдік. Пойыздан түскенде өте қатты суық болды. Сол кездерде білмейміз, ауа райы өте жесткий болған ғой. Сонда басында бір концерттерде былай болған жоқ деп ойлаймын. Бірақ бір уақыт өте келе мен жаңағы өнердің адамдарымен байланыста бастадым. Сосын жаңағы бәйтерек тобымен танысып, оларға 2 альбом жазғаннан кейін мен түсіндім, осы Астанада мен көп нәрсе істей аламын, өзімнің жаңағы көп ойлаған. Өйткені мен бұған дейін Қарағандыда тұрдым. Сәтбаевтан мен 95 жылы Қарағандыға көштім. Содан сол жақта көп әндерді жаздым негізі. Осындай келгеннен кейін бұл әнді бір артистер үлкен осындай алып кететін, клип түсіретін жаңағы сондай адамдарды іздедім өнердегі. Сосын ең біріншісі жаңағы сайлау бәйтерек тобынан келіп, осылай біз топ құрайын деп жатырмыз. Бізге әндер керек. Мен сендерді күттім деп әндердің бәрін жаңағы дайын тұр. Сондықтан бірінші альбом жаңағы сен болған, ханшайым үшін барлығы. Негізі мен Қарағандыдан Ресейге, Москва қаласына кетейін деп ойлаған. Бірақ мен туысқандарым осында кел, Астана қазір дамып жатыр. Сондықтан сен осында керексің деп осында бет бұрдық. Сосын енді өкінбейміз, жақсы бәрі. Ең алдымен басында әрине ешкім танымаймын. Адамдар да жан-жақтан келіп жатыр. Өйткені бір өзінің Целиноград қаласының адамдары болды. Бірақ сол кезде шамалдап жан-жақтан келе бастады. Басы қатты болды дейсіз. Басы қатты болды деп соны айту керек. Жалпы әншінің танымал ететін әні алдымен, одан кейін үні шығар. Өзіңіздің төл тембріңіз, бірден танытатын үніңіз бар. Бұл енді сөзсіз табиғаттың бергені ғой. Осы ерекшелікті дамытуда мектептің болмаса ұстаздың рөлі бар ма? Жоқ деп ойлаймын. Менде өзім жаңағы әншімін деп өзім ойламаймын әлі күнге дейін. Өйткені мен ең бастысы композитор деп ойлаймын. Әншілікті мен жаңа ресторандарда көп айтқаннан кейін көп артистерге пародия жасадым деп айтуға болады. Стинг болса, Стинг былай. Енді пародия деген өнердің шыңы ғой? Қалай өзіңіз? Біз енді қазір айтып тұрмын ғой, пародия деп. Ол кезде қайдан білеміз? Анау клиенттерге ұнау ғой ең бастысы. Сосын былай құсатып айтамыз. Сондықтан мен ойлаймын, сіздер әнші болғыларыңыз келсе, ең бастысы көп әншілерге былай один в один дейді ғой, бір передачалар бар ғой, пародия жасап үйрену керек. Сонда тембр, сосын өздеріңіздің жеке әндеріңіз болғанда, микрофонның алдында келгенде
қай тембрмен айтуға болады, сонда көп варианттар, пресеттер болады да, и сонда ыңғайлы болады. Әннің форматына қарай өзгертілген әрине, біреулер Серов сияқты сондай бір подачамен, біреулерді наоборот жаңағы Стинг сияқты. Жалпы сізде де мысалы Қайырлы таң сияқты көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын, позитив әндеріңіз бар. Олар сияқты салмақты шығармаларыңыз бар. Ән әлемі шоу-концертін халық әнінен бастадыңыз тіпті. Десе де бір жанға жақын өзіңізге ұнайтын бір формат бар шығар? Жоқ, мен әнді былай шығарғанда мен өз-өзімнен қашам. Ең бастысы көрермен мен жазды деген былай ой келмесін деген сондай. Неге? Өйткені бір альбом тыңдағанда жалып кетеді ма деп ойлаймын да. Мысалы, менде альбомда 10 ән болса, бәрін бірдей айтып шықсам, қызық болмайды деп ойлаймын. Басқа подачамен, басқа бір жаңағы тембрмен айтуға тырысам, басқа стильді таңдаймын. Көп барабан болмайды, бір домбырамен мына жерде бір сырнаймын. Маған сол қызық. Мен музыкантпын, өйткені мен сондай эксперименттерге жақынмын. Көп артистер мүмкін мені түсінбейтін де шығар. Бірақ ол, орысша айтқанда, работает. Былай өз-өзінен қашсам, постоянно бір ізденуде болсам, сонда бір арасында хит болып қалады, бір өзіңе ұқсамайтын жаңағы саунд, звучание болады да. Мен сөйтіп ойлаймын. Мен енді тәжірибемде бір 30 жылдай ол бар шығар, мен енді соны айта аламын. Өз-өзін бір хит ән шықты ма осындай стильде, келесі әнді басқа стильде жасау. Қай камераға кіру? Қанша ән шығарғаныңызды өзіңіз білесіз бе? 100-ге білмеймін. Шамалап қана білесіз, нақты санын білмейсіз бе? Нақты сан бар, бірақ жазып отырамын. 100-ден астам. 100-ден астам. Енді ән жазғанда біреу тапсырысқа жазады, біреу нақты бір адамға, нақты топқа жазады, біреу мәтінге жазады, біреу шабыт күтеді. Сіз қалай жазасыз? Мен қалай жазам? Менде кей әндер түнде осы біз қыздар мен жігіттер деген әнді клипті түсіргенде түнде жаттында примерно бір сағат 4-терде ма деген мелодия кетпейді. Бір сұхбаттарда естіп қоямын ғой, мен түнде музыка келеді деп, оказывается келеді екен. Сондай бір единственный случай сондай. Тұрдым да неттіп телефонға olsun деп. Сосын тұрдым да, мүмкін бір жерде радио тұрған шығар, соны просто мен копировать еткен шығармын деп. Сосын бір сұрайын, мынаны әнді біреуді естімін, жоқ вообще естіген. Солай келеді. Өзіңіз күмәнданып жүрсіз ба? Кейбір кезде андай неде светофорда тұрамыз ғой, 2 машина тұрады, мен музыканы естімеймін, бірақ субнизалар деп тұрғанда кете береді, жазыстау керек деп. Сондай болады, аккордтарды естісем, жаңағы бір обращениелерде алыста бір аккордтар естіп қаламын, сол кезде бір әуендеп қалады, білмеймін. Демек сіз шабыт күтетін болып тұрсыз ғой? Шабыт өзінен өзі келе береді. Ол өмір, былай осындай жүргенде бәрі. Енді андай, даже любой жаңағы машинаның звуктары бәрі маған әсер етеді. Әсер етеді. Музыка жазу. Джейло? Дженнифер Лопестің Астанадағы концертінде өнер көрсеттіңіз. Дженнифер Лопестің командасынан түскен деген бұл ұсыныс, командасынан түсті деген ақпарат бар, қаншалықты рас? Қалай бұл жалпы процесс? Біз сол Инстаграмда бар, сол кезде мен осы айтқан болатын. Біз Ақтөбе қаласында жүрдік сонда. Маған осындағы ұйымдастырушылардың адамдары шықты ма, звондады. Сізді біз көп артистерді былай ұсындық деді, Джейлоның менеджерлеріне. Соның ішінен... Бұл кім хабарласып отқан?
министрлік жоқ осы жердің ұйымдастырушылары ұйымдастырушылар осында шақырғандар Джейлоны шақырған ұйымдастырушылар маған осы көп неден сізді таңдады, сондықтан сіздерді күтеміз деді. Бізде жаңағы жоспарда көп концерттер бар, жаңағы өзіміздің кішігірім осы тойлар бар жаңағы. Енді бір жағынан енді ол андай шок контент бәрімізге де не болады жаңағы. Ол кезде Джейлоның келетінін білетін бе едіңіз? Әрине, бірақ бізде өзіміздің жаңағы өміріміз бар ғой. Білдік, бірақ ол концертке сахнадан қатысамыз деген вообще ой болған жоқ қой әрине. Сосын бәріміз ойланып жарайды енді бәріне отмена берейік сол концерт үшін, өйткені бұл алғашқы рет. Басқа да концерттер болады ғой, жаңағы айтып жатыр ғой, келесі Backstreet Boys, бірақ олар уже 2-3 болады, сен біріншіде боласың, жаңағы барлық командамыз. Сондықтан сөйтіп шештік. Ол күні негізі бос емес едіңіздер, Әрине, біз өте, мен айта кету керек, мен тек өзім ғана емес, мен командам бар, формат деген өзімнің форматым. Сондықтан барлық жұмыстарым, олардың да қаражаттары ғой, негізі семьялары бар. Барлық солармен ақылдасамын, осындай ұсыныс келді, бару керек па, бару керек емес па, сондықтан бәріміз отырып шештік арамызда. Сондықтан басында бір айта кетейін енді, сосын монтаждап істейсің. Басында негізі айтқан командамен бәрін шығасыңдар сахнаға. Сосын уақыт өте келе шамалы қалды концертке. Олар жоқ, тек фонограммамен ғана шығасың. Мен жанды дыбыспен шығамыз деп ойладық қой. Жоқ, фонограммамен шығасыздар, минуспен, бірақ команда тұра берсін. Жарайды дедік. Мен жаңағы плейлистті қайттан құрып, басқаша қылып, жаңағы интроларды жасап, музыкальный жағынан тоже жаңағы не болсын деп, Джейлонның музыкаларына деңгейі де жақсы болсын деп, біздің уровень. Сосын бір-екі күн қалғанда, сонда айтады, ешкім болмасын, тек өзің ғана. Мен онда сахнада бір дайындалып алайын, наушникті киіп алып, мен өйткені минуспен, даже сізге рекомендуем дейді, плюспен айтыңыз. Мен плюске түсе алмаймын, өйткені біз, мақтанып жатқан жоқпын, просто реально түсе алмаймын, өйткені біз, мысалы, махаббатты бір 15 жыл болды ма жазғанымызға, біз қазір мүлдем басқаша айтамыз оны. И сол фонограмма түсе алмаймын енді, короче. И жаңағы плейлистта көп әндерді алып тастауға енді тура келді, енді бір-екі әнді алып тастап, басқа әндерді қосып, сондықтан 2 күн қалғанда сондай бір не болды, оқиға болды. Джейлонмен сахна сыртында бетпе-бет жоқ, кездескен жоқпыз, өйткені олардың шыға берістері басқа бөлек болды біз. Біз енді өкінішке орай, бірақ басқа жігіттерге мен бәрі сондай сұрақпен келеді ғой. Ой, біз Джейлонмен көп сөйлестік, әңгімелестік, не туралы тойлар. Бірақ олай десеңіз де сене беретін шығар. Олар білмеймін, сондай әңгіме күтіп жатыр да бәрі. Чоло қалай дейді. Мен жай ғана шықтым да, маған айтты 8-де stage clean дедім ба, бірдеме деді да. Окей дедік, шықтық та тез өзіміздің бағдарламамыз айтып шықтық. Керемет, жалпы өнер жолы қиын жол ғой, халық алдына жиі шығатын өнер адамы қолдауға да ие болып жатады, бірақ сын пікірлер де болатыны анық, енді сондайдың да астында қалып жатқан кездері болады. Хейтке реакция бересіз бе? Хейтке мен негізі андай біріншіден позитивный адамын, екіншіден көп хейт болған жоқ маған, былай айтсам. Мен өте андай отличникпін. Андай көп нелерге хайп тұратын жерлерге вообще тәртіптімін дейсіз ғой. Тәртіптімін өте. Мен музыка, менің контентім музыка. Тек сол ғана басқамен хайп жасай алғым келмейді. Сондықтан хейт болса бар шығар. Болса да реакция бермейсіз? Реакция енді жұмыспен ғана беремін. Енді
білмеймін, менде андай хейт болды деп айта алмаймын. Биыл енді тыңдарманыңызды таңғалдырған тағы бір жаңалық болды. Енді өзіңіздің аузыңыздан шықты. Үлкен қызым 30-ға келді дедіңіз. Ол неге жаңалық, соны түсінбеймін. Неге жаңалық, мен айтайын, өйткені жұрт бірден соны естігеннен кейін Википедияны ақтарады. Туған жылыңызды көргісі келеді, оның ішінде мен де бармын. Әдетте енді әйелдерге қойылатын сұрақ шығар, болса да сұрайын, жас көрінудің сыры неде? Ол білмеймін енді, мен айта алмаймын оны, мен кәдімгідей өмір сүріп жүрмін, таңертең зарядка жасаймын. Зарядка жасайсыз сонда? Иә, әрине, өйткені уақыт енді жүреді ғой енді. Мен 48-демін қазір. Сондықтан тез тұрып кету сияқты сондай бір қимылдар жасау деген енді шамалы қиындау болып жатыр. Сондықтан өзіме айттым, маған бір таңертең обязательно бір силовой не керек. Қашаннан бері ол? Мен негізі залға да барып жүрмін, бір кездерде залға барып жүрдім. Бар екен ғой, құпиясы айтсаңызшы. Жоқ, залға барып жүрдім, не үшін? Мен жаңағы салмақ тастау үшін. Өте қиын ғой, мен жаңағы отбасымда бәрі үлкен, бәрі өте. Сондықтан мен самый изящный менмін. Сондықтан мен енді сахнада көп өмір сүру үшін самал өз-өзіне қарауым керек. Мен тек қана музыкант, кеше ғана Молданазармен кездестік та, ол жаңағы концертке дайындалып жатыр өзінің. Ой, мен 5 жыл сахнаға шықпадым, жаңағы студияда отырып, қарашым. Я говорю, сен әлі еще не похудеешь. Говорю, вообще не обращайся, тек қана неге творчествоға қара болды. Мен де сондай бір кезде студияда көп жүремін да, онда байқамайсың, нан жеп қой бересің, андай жей бересің да. Бірақ жаңағы сахнада жиі шығып жатқаннан кейін бәрі түсіреді ғой. Мені бәрі жаңағы инстаграмда отмечать етеді, ой, мына жағым не очень деп өз-өзін дейсің. Ертең залға барамын, ертең нан жемеймін, анау сияқты. Өз-өзіне тамақтанудан да өзіңізді шектей аласыз, иә? Әрине, шектеу керек, иә. Өйткені... Дәрумендерші? Өйткені мен қызым 30-да, басқа қыздарда, менде 5 баламын ғой, менде бәрі қыз. Сондықтан олардың бәрін оқуға жіберу керек, олардың бәрін асырау керек, пока олардың жаңағы өздерінің жұмыстары болмай тұрғанда, пока мен главный паровозбын, сондықтан. Бизнес больше не... Қазіргі әншілерді тыңдайсыз ғой? Иә, үлгерсем тыңдаймын әрине. Кімдерді жақсы көресіз? Так, біздің... Отандық эстрада. Отандық. Ұнайтындары, так, неден бастаймын? Осындай кездерде мен всегда затрудняюсь. Асықпаймыз ба? Күшті маған, мен енді лайф жағынан қараймын. Өйткені көп артистермен кеше ғана да Дильназ Ахмадиеваның концертіне қатыстым. Лайф жақсы айтатын, және де музыкадағы жаңағы біз музыкантпыз ба, күшті аккордтармен. Мен маған ұнайтын жаңағы Маржанның творчествосы, енді менің коллегам, мен постоянно досым. Кешегі мен көп тыңдамадым, оказывается, Дильназдың творчествосын жаңағы кеше репетицияда қандай әдемі әндер бар деп. Ну, видишь, сен тек қана бәрі золотойды ғана біледі дейді, басқа деп. Мен жаңағы творчествомда тоже сондай бір махаббатты ғана, сенді ғана білсе, олар сондай-ақ сол Дильназдың жаңағы кеше таңғалдым, көп әндері ұнайды. Кімдер Мирас осы пандемиядан шыққан көп әншілерді ұнайды, жаңағы Мирас Жүгінісов, Садра Диндар өте бөлек. Бұл ең басында менде сондай бір направлениемен жұмыс жасаған, бірақ қазір маған больше хочется халыққа жұмыс жасау. Өйткені біз үлкендерге қараймыз ғой, мен жаңағы мировой масштабта Агутин көзқарасы ұнайды. Өйткені неге? Ол жаңағы и музыкальный
жаңағы жағынан бәріне өте интересно жаңағы ойнауға. Жаңағы и в то же время бір хоп, ла-ла-ла, бәріне, ол бәрін просчитывать жаңағы. Мне нужно гастролировать. Оларға адамдар менің әндерімді ұнау керек адамдарға. Орындай алу керек. Иә, орындай алу керек. Ол үшін качественно не саунд істеу керек. Бәрін жаңағы біз бәрін мен жаңағы Агутин творчестволарын қандай микрофонға айтып жүр, қандай аппаратура, тура соны бәрін сатып алған ғой мен. Сондықтан сол ұнайды. Біздің жаңағы көп қазіргі әншілердің бәрі живой айтып жатқанын тоже өте ұнайды. Параллельно бәрі прям көтеріліп жатыр да, бізде қазір закон шығайын деп жатыр, жаңағы запрет фонограммы. По-моему, все хорошо. Қолдайсыз ба оны? Қолдаймын. Мен ең басында мені шақырды ғой, фонограмма. А может быть, мына жерде фонограмма болу керек шығар? Вообще болмау керек, просто болмау керек и все. Сондайға көп, по-моему, 5 жыл бұрын біз сондай неге депутаттармен сондайға неге қайда кеңеске шақырды, иә? Парламентке бардық, иә. Сосын жақында еще біздің жаңағы авторский правоның сол жерде де барып көп талқыладық. Мен айтамын, осындай бір үлкен платформа болса, бәрі прозрачно болса, өйткені бірнеше организациялар жаңағы біздің авторымыз ғой, и сізге гонорарлар түспейді. Западта отель Калифорния бір ғана ән жазды, оларға все, творчествоны можно отдыхать спокойно, өйткені нормальный гонорар түседі. Бізде ондай әлі жоқ, поэтому сондай нелер. Мен вопростан кетіп қалдым да. Вопрос на вопрос. Қазір біз айта берейік. Уақыт жоқ. Қазір біз Досымжан Таңа тарапқа көмектесіп жатырмыз. Ол жақында лайв концерт Астанада берді. Сосын осы лайв концертті Алматыға бергісі келіп тұр, береді бұйырса. Неге? Өйткені именно біздің народный деп айтамыз, подразделяется сондай. Ол қорқақтай ма, лайв айтуға, білмеймін. Сонда бір Досымжан келді да, мен 50-ге толып жатырмын, Қайрат, маған қалай ойлайсың? Мен енді ритмнан түсіп кетеді, бірақ айтады бәрін, бірақ кейбір кезде мүмкін ондай ритміз. Говорю, Досеке, мен саған бір историяны айтып берейін. Мен пандемияда 7 айдай Түркияда тұрдым. Сонда мен қатты сағынған әндер, андай басқа попсовый әндер емес, именно тойский әндерді сағындым деймін да. Ең тыңдайтыным енді сенің әндерің болды да. Сонда бір неге біз осындайды андай Россиядан там Вайнға келеді, полностью командамен келеді там. Білмеймін, Надежда Бабкина полностью неге біз фонограммамен шыға береді деймін да, әртістер. И говорю, Досеке, я сделаю так, мен құлаққа бәрін счет беріп отырамын, ты будешь комфортно. Сөйтіп Астанада күшті концерт бердік, ол вдохновленный, енді Алматыда бұйырса бәрі жақсы өтеді деп ойлаймын. Бүгінгі музыкалық нарықта продюсердің рөлі қалай өзгерді? Мен продюсер деген бір сол мағынасын әлі түсінбей қойдым. Өйткені мен музыкальный продюсер болатын, жаңағы біреуді алып, оны жаңағы продвигать ету деген бір продюсерлар болады. Мен енді продюсерлар керек та шығар, олар продюсер деген ақшасы бар адам шығар. Менеджер. Менеджер, иә. Түсінетін эстрада қай направлениеге бара жатыр, қандай әндер керек, қандай сегментке жұмыс жасау керек. Мүмкін сондай адам шығар. Туған жеріңізге қайта оралайықшы. Ұлытауға жиі келіп тұрасыз ба? Ұлытауға жақын арада, жақын емес, бір жыл бұрын барып келгенмін. Камри машинасымен өте қиын болды жолымыз, сондықтан бір керемет жол жасап қойса ғой деген арманымыз бар. Және де жан-жағын енді жан-жақ әп-әдемі ғой. Біз ол жаққа жетіп жолдың бәрін ұмыттық. Ой, қандай әдемі жерлер.
Сондықтан ол жақта бір инфраструктура жасаса, біз бардық та жаңағы нені іздедік, гид біреулер көрсетсе ғой. Мен достарыммен бардым да, ұлытауды көрсеткім келеді, бірақ көп нәрселерді білмеймін. Туризм Қай жерде екен, қайда болып жатқан. Сондықтан сондай бір инфраструктура при въезде сондай не болса, гид, мына жақтан мына жаққа бару керек, мынандай карталармен жаңағы Америкада, басқа елдерде сондай бір удобство жасайды ғой. Сондай болса ыңғайлы, керемет болар еді. Тамаша. Рахмет, Қайрат мырза. Өзіңізге рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Open Ұлытау жобасының кезекті саны осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.